1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Көп балалы көш, ұшақтардай ош. Қайырлы таң, Тұлпар. Қайырлы таң, Батырбип. Ассалаумағалейкум, Ақылата. Асаубек, тағы да біраз ұйықтай тұрмадың ба? Ұйқы бас. Батырбип, сен ерте тұрған көліктің жүріс артық деген білмейсің бе? Достар, сонда мен сағат 11-ге дейін ұйықтағанмын ба? Иә, бұл сенің ұйқышыл екеніңді білдіреді. Ей, Тұлпар, өшірт жарығыңды. Күндіз неменеге жағып алғансың? Ойнағаным ғой, кешір. Не болды сонша? Қазір мен ойнасам, көз жасыңды көлдетіп, жылап шыға келесің. Ей! Балалар, сендер дос емессіңдер ме? Ал шынайы достар бір-бірлеріне қандай жағдайда ренжімеуі керек? Достықты бұзу оңай, қарақтарым. Ал қалпына келтіру қиын. Ал қане кешірім сұраңдар. Кәнекей. Кешірімді болыңдар, балалар. Сабыр түбі сары алтын емес пе? Ал менің шұғыл шаруаларым бар. Сендер тәртіпті болыңдар. Мен тез арада келемін. Жарай ма? Ей! Менің не жазығым бар? Ей бала, ақыл сатаның көзінше неге тентектік жасайсың? Тәртіпті бол дедім бе? Тәртіпті бол, ұқтың ба? Ал сен неге үнем бұзықтық жасайсың? Кім? Мен бе? Мені тәртіпсіз дегің келе ме? Өткенде көршідегі ақ көлікті ауласынан шығармай, үстіне топырақ шашып, қап-қара қожалық қылғаныңды көрдім ғой. Осыдан Ақылатаға айтсаңдар, мен сендерді аямаймын. Ешқандай көлік бара алмайтын жерге алысқа барып тастаймын. Ұқтыңдар ма? Ұқтың ба? Айтпаймыз. Асаубекті айтпайды. Біз тыныш жүреміз. Енді дұрыс болды. Айтпақшы, айару қайда деп неге сұрамайсыңдар, балалар? Қайда айыру? Шынымен қайда? Ананы қараңдар, балалар. Ал сендердің ең жақсы көретін достарың айару да келеді. Қасындағы досыңмен өздерің танысыңдар. Мен демалуға кеттім. Ұйқым келіп кетті. Мынауың қайдан келген бала тағы? Ей, Тұлпар, дайын бол. Мынаны жөнге салайық. Тіпті өзінше боп келеді, қараш. Айтсаң болды, Асаубек. Бұл аулада кім қожайын екенін көрсетейік оған. Достар, алыстан келген мейманды осылай қарсы алай ма екен? Алыстан келсе алдынан шығып иілуіміз керек пе сонда? Ол өте жақсы бала, достар. Ол біраз уақыт біздің аулада болады. Жоқ, керек жоқ. Қайдан келсе, сонда барсын. Алыстан деп айтатындай айдан келген жоқ шығар. Астанадан келді. Иә, есімі Дүлдүл. Астанадан келді. Ол маған біздің астанамыз жайлы көп қызықтар айтып берді. Ол өте мейірімді бала. Айару, көшеден көрген көліктердің бәріне сене берме. Е, сен оны әлі дұрыс танымайсың. Достар, көлікті тану үшін түріне қарасаң да жеткілікті емес пе? Қараңдаршы, оның бұзықтығы жоқ. Ол момын. Дүлдүлге бізбен достасу үшін неге мүмкіндік бермейсіңдер? Жарайды. Бізбен достасып кетемін деп ойласа, мүмкіндік береміз. Я, Тұлпар, сенің атыңды Дүлдүл емес, дір-дір қою керек еді. Қорықпа, жемейміз. Менің есімім Тұлпар. Осы ауладағы ең ұшқыр, ең жылдам көлік менмін. Жоқ, мен жылдаммын.
Асаубек, сен менен ылғи қалып қаласың. Мен спидометрімді 60-қа дейін апара аламын. Ал сен 50-ден де асыра алмайсың. Бір күні мен де Батырбек сияқты 100-ден асырып жүретін боламын. Өтірігіңді соқпа. Жүр жарысайық, кім мықты екенін көрейік. Бала-шаға, таспақадан озалмай жүріп жарысамыз дейді ғой. Шулап ұйқы бермедіңдер ғой. Мендей болу қайда сендерге? Мен жылдам жүргенде желдің өзі қуып жет алмайды. Біліп қойындар. Балалар, сәл кідіре тұрыңдаршы. Сендер жаңа келген мейманмен таныспай жатып, жарыс туралы айтып жатырсыңдар. Жүріңдер, одан да Дүлдүлге көлік тұрағынан орын тауып берейік. Дүлдүл, бүгіннен бастап сенің орның осы жер. Осы жерде демалуыңа болады. Негізі біздің Асаубек те, Батыр би мен Тұлпар да өте жақсы көліктер. Әлі-ақ достасып кетесіңдер. Дүлдүл досым, маған тағы да әсем қала Астана жайлы айтып бересің бе? Иә, айтып берейін. Астана ол біздің еліміздің жүрегі. Ол жерде керемет биік ғимараттар бой көтерген. Ей, Дүлдүл, айтсаң бәрімізге айт. Иә, немене аяруға ғана сыбырлап тұрсың. Ендеше тыңдаңдар. Астанада Қазақстандағы ең үлкен стадион бар. Бүгін өзің 11-де тұрдың. Тағы да ұйқың келіп тұрма? Тыңдап жатырмын. Айта бер, әлгі ханшайым туралы ма? Ханшайым емес, ханшатыр. Әй, қойш, мен ұйықтаймын. Жақсылап тыңдап ал, Тұлпар. Кейін маған айтып бересің. Міндетті түрде келіңдер Астанаға. Мен сендерді шақырамын. Асаубек, келгенің өте жақсы болды. Біздің қатарымызға тұра қал. Біреу қатарға тұр десе, тұра қалатын қорқақ емеспін. Тұрмай. Тұлпар, Аяру, кеттік, жүріңдер аулаға. Кеттік. Аулаға ма? Дәл қазір ме? Асаубек, ақылды болсаңшы. Дүлдүл досымыз біздің өмірімізге өте пайдалы білім үйретіп жатыр. Жол ережесі деп аталады. Солай. Мен жол ережесіне бағынбаймын. Бағынбасаң көшеде қалай жүресің? Кел Асаубек, сен де үйрен. Сенің тез үйреніп кететініңе сенімдімін. Асаубек, келсеңші енді, үйренейік. Иә, аулада қашанғы жүре береміз. Ереже үйреніп алып көшеге шығайық та. Сонда ол көшеде ережесіз ақ жүре беруге болмай ма не? Болмайды. Асаубек, ережені білсең, өмірің қауіпсіз болады. Кел, Асаубек, менің қасыма тұра қал. Асаубек, сен өте ақылды көліксің ғой. Сенің ережені тез меңгеретініңе сенімдімін. Мен ережені жақсы білемін, сонда да қатарда тұрмын. Білім еш қашан артық етпейді, шырағым. Жарайды, бірақ тек бір сабаққа ғана қатысам. Екінші сабақ болса, қашып кетем. Бүгін сіздер үйренген жол ережесінің ең негізгі белгілерінің бірін Асаубекке көрсетейік. Асаубек, мынау қандай белгі? Рахмет деген сөз. Рахмет деген сөз. Енді деген әріп қой. Күле берсеңдер, кетіп қаламын. Жарайды, қойдық. Рахмет, Асаубек. Бұл белгі арқылы біз көше бойына тоқтап демалуға болатын жерлерді білеміз. Ағылшын тілінде аударғанда паркинг деген мағынаны білдіреді екен. Міне көрдің бе, Асаубек? Бәрі оп-оңай. Ал енді осы белгілерді ұмытпаңдар. Ертең тағы да үйренеміз. Асаубек, Дүлдүл саған неге ұнамайды осы? Ол өзін өте білімді санайды. Ол шынымен білімді ғой, есіңде болсын. Асаубек, білімді болмасаң, сені ешкім тыңдамайды. Егер сен өте білімді, тәртіпті болсаң, басқа көліктер тек сенің айналаңнан шықпайды. Достарым мені елемей жүр ғой, Дүлдүл келгелі бері.
егер сен адал, тәртіпті, салмақты болсаң, олар сені бағалайды. Сендер бүгін ғана таныстыңдар ғой, онымен достасып көр. Ол жақсы көлік екен. Оны қайдан білдіңіз, а? Себебі ол өз білгенін өзгеге үйретіп жүр. Дүлдүлден көп нәрсені үйреніп алсаңдар, кейін Астанаға өздерің-ақ барып келесіңдер. Онда мен бүгіннен бастап Дүлдүлмен жақсы дос болуға тырысам. Енді міне жарадың. Дүлдүл біздің аулада әлі біраз жүреді. Сендер бәрің бірге әлі түрлі қызықтарды бастан өткересіңдер. Бара ғой, көліктерді қуып жет. Ал мен қала ішіндегі шаруаларымды бітіріп келейін. Қараңғы түскенде келіп қаламын. Дүлдүл, біз сен келгенде ұнатпап едік. Сен ақылды көлік екенсің. Менімен дос боламын дегендеріңе рахмет. Сенімдеріңді ақтауға тырысам. Тек Асаубек маған ашулы сияқты. Оның ашуы 5 минут. Бүгін көз, ертең жаз. Я, менің ашуым тез келгенімен жақсы достарға адалмын. Ал қалай, доспыз ба бүгіннен бастап? Иә, өте қуаныштымын. Біз ертеңнен бастап саған біздің қаланың кереметін көрсетеміз. Сен қонақсың ғой. Бірақ Егер қалаға шықсақ, көрші ауылдағы спорттық көліктерден сақ болайық. Өткенде біреу мен аямай қақ кете жаздаған. Қорқақ. Қонақтың көзінше көз жасыңды неменеге көлдет тұрсың? Көрші ауланың көліктерімен өзім сөйлесемін. Мен аулада жүргеннен жалғып кетемін. Ендеше, менен жол ережесін жақсылап үйреніп алыңдар. Сосын бәріміз бірге ұзақ жол жүріп, естен кетпес саяхатқа шыға аламыз. Иә, шіркін.